Қайырлы күн баршаға достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қаймақты себеттер жасайтын боламыз. Жасалуы өте оңай, ең бастысы өте дәмді болып шығады. Қамыры мен начинкасының жасалу жолы мендегі сметанный пирогтың рецебімен тура сәйкес келеді. Сол үшін де мен қамырының және начинкасының рецебін салмадым. Сол жерден қарап көріп алсаңыздар болады. Бірден іске кірістім. Дайын қамырларды алып, дөңгелектеп, құрт тәріздес етіп алып, дәл осылай кекстің қалыптарына жайғастырып аламыз. Осы силиконовый формадан піскен кезде де алыну өте оңай болады. Төңкерсеңіз өзі түсе береді, ешқандай да жабыспайды. Алыну өте оңай. Барлығын жан-жағына жұқалап, жақсылап жайып аламыз. Міне біз жайып алдық. Енді ішіне начинкасын салатын боламыз. Әр себетімізге 2 ас қасықтан начинка салатын боламыз. Толық рецепті мен астындағы описание бөліміне жазып кетемін. Ал пестасы мен начинкасының видеосын сметанный пирогтың видеосына қарап жасай берсеңіздер болады. Оның видеосы менде бар. Осы уақытта пешімізді қыздырып алатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 150-160 градуста қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің қаймақты себеттеріміз дайын. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Кез келген мерекелік дастархандардың сәнін келтіретін осы себетті қаймақтарды сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Назарларыңызға үлкен рахмет.